Бірде 68-ші есепті шығарайық. Мұнда бізде центрі x0, y0 нүктесі радиусы r болатын шеңбердің теңдеуін жазыңдар дейді, және оның сыртқы және ішкі бөліктерін анықтайтын теңсіздіктерді жазыңдар дейді. Онда болса бірінші есепті шығарайық. Бізде біріншісінде берілгені x0, y0 нүктеміз, ол бізде 0-ден 0, r-тен 4 дейді. Бізде теңдеуіміз, шеңбердің теңдеуі, ол x азайтылған x0, жақшаның сыртында квадраты бар, қосылған y азайтылған y0, жақшаның сыртында квадраты, тең r-дің квадраты, яғни радиустың квадраты деген сөз. Демек, орнына қоямыз. Бізде мына жерде x0-іміз 0-ге тең деп тұр. Онда еш өзгеріссіз 0 деген жоқ деген сөз заң қой. Сондықтан x-тен 0-ді алсақ, x-тің өзі шығады. Яғни x-тің квадраты қосылған y-тің квадраты тең r 4-ге тең, 4-тің квадраты. Енді біз негізгі теңдеуін, шеңбердің теңдеуін анықтадық. Яғни бұл жерде бізде несін жазатын болсақ, графигін салатын болсақ, онда графигі 0-ден радиусы 4, яғни 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, минус 4 мына жерде. Мына бізде y бойынша 1, 2, 3, 4, минус 4. Осы нүктелер арқылы өтетін бізде шеңбер сызуымыз керек. Енді сыртқы бөлігі, ол бізде осы неден, мынау тең деген орнына біз үлкен деп аламыз, x-тің квадраты қосылған y-тің квадраты үлкен, 4-тің квадраты 16-дан деп. Және сыртқы бөлігін екі жағдайда аламыз. X-тің квадраты қосылған y-тің квадраты үлкен немесе тең 16-дан деп. Егер де біз тек үлкен 0-ден тең деген алмайтын болсақ, онда біздің шеңберіміз үзік-үзік сызық болып түседі. Үзік-үзік сызық болып түседі шеңберіміз. Осындай. Және үлкен деген ол бізде сыртқы бөлігі болып табылады. Ал егер немесе тең деп алатын болсақ, онда үзік емес, барлығын сызып шығады екенбіз. Және бұнда да бізде сыртқы бөлігі болады. Келесі ішкі бөлігі. Ішкі бөлігін қарастыратын болсақ, онда бізде x квадрат қосылған y квадрат кіші 16-дан болады. X квадрат қосылған y квадрат кіші немесе тең 16-дан болады. Ондай болғанда бізде дәл осы үзік-үзік сызылады осы жағдайда. Және де кіші болса, ол бізде ішкі бөлігі болып табылады. Ал немесе тең деп берілсе, онда үзік емес, барлығы сызылады, және кіші ол ішкі бөлігі болып табылады. Бірінші есеп түсінікті деп ойлаймын. Келесі екінші есебімізді қарастырайық. Екінші есебімізде x0, y0 минус 1 және 0 екен. Біз теңдеуімізді жазалайық. X минус x0 квадраты қосылған y минус y0 квадраты тең r квадраты. Енді осы x0-дің орнына біз минус 1-ді қоямыз. Яғни x минус, мына жерге тағы да минус 1-ді қоямыз. Квадраты қосылған y минус 0 квадрат тең 2-ның квадраты.
мына минус 1 алдындағы минуспен плюс 1 болады. Сонда x плюс 1-дің квадраты 0-ден y-дің өзі шығады. Қосылған y-дің квадраты тең 4 болады. Енді осының графигін сызамыз. Егер графигін сызатын болсақ, бізде x0, y0-іміз минус 1-ден 0 деді. Яғни мына жерде минус 1, x бойынша 0. Осы нүкте центрі болады. Және радиусы 2-ге. 1, 2. Бұл жерде y бойынша 1-де. Осы нүкте x бойынша 2 радиус 1, 2. Және 1, 2. 2-де. Мынау нүкте. Төменгі жақтан 2 бөлік тады. Ол бізде минус 1, мына жер минус 1, минус 2, минус 3, минус 3-те. Келесі 1, 2, мынау нүктеде, ол бізде минус 1, минус 2. Міне осындай, осы нүктелер арқылы өтетін бізде шеңбер болады. Осындай бір шеңберлер болады. Радиусы 2-ге тең. x0, y0. Енді сыртқы бөлігі дәл осыны жазамыз. X қосылған 1-дің квадраты қосылған y-дің квадраты үлкен 4-ке. Үлкен 4-ке дейтін болсақ, онда біз үзік сызықпен аламыз. Және үлкен деген ол сыртқы бөлігі. Енді x қосылған 1 квадраты қосылған y квадрат үлкеніне тең 4 десек, онда үзік емес барын сызамыз және сыртқы бөлігі қалады. Келесі ішкі бөлігін алатын болсақ, ондай болса бізде x қосылған 1-дің квадраты қосылған y кіші 4-тен, x қосылған 1-дің квадраты қосылған y-дің квадраты кіші не тең 4. Ішкі бөлігін екі түрлі жағдайда аламыз. Біреуін үзік сызықпен алатын жағдайда, және ол кіші болғанда оның ішкі бөлігі боялады. Немесе тең десек, онда үзік емес барлығын сызып аламыз. Барлығын осылай сызып аламыз. Және кіші кезде біз ішкі бөлігін белгілейді екенбіз.